Сауд Арабиясының астанасы Риядта Араб мемлекеттер лигасы және Ислам ынтымақтастығы ұйымының кезектен тыс саммиті өтті. Оған Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу қатысты. Ол таяу шығыстағы қақтығыс құрбанына айналған бейбіт тұрғындардың жағдайына алаңдаушылық білдірді. Жиында сөйлеген сөзінде Палестина мемлекетінің заңды құқықтарын толық қолдайтынын жеткізді. Сондай Египет билігінің газ азаматтарына медициналық және гуманитарлық көмек жеткізу үшін дәліз ашу туралы шешімі жоғары бағалады. Қазақстан Палестинаға жәрдемдесу ниетімен 1 миллион ақш доллар қаржылай көмек бөлген еді. Бұдан бөлек қосымша гуманитарлық көмек көрсету жоспарланып отыр деді сыртқы істер министрі. Қазақстан таяу шығыстағы қақтығыс қимылдарын дереу тоқтатуға шақырады. Қазір 150-ге тарта отандасымыз шабуыл шекарасынан өте алмай отыр. Осы мүмкіндікті пайдаланып, қақтығыс алаңында қалған бейбіт тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру үшін тиісті шаралар қабылдауға шақырамын. Тек таяу шығыста ғана емес, әлемде тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін батыл шешімдер қабылдануға тиіс.